атпен жалғастырдық. Міне мұздауға қарай жүріп жатырмыз. Мынау жолбасшымыз Бауыржан. Және бері қарап қой. Міне Бауыржан, балдызым жолбасшы болып отыр. Міне мен келе жатырмын. Мінекей Данышпан мына жерде. Так. Осылай жүріп келе жатырмыз. Ал жолымыз сәтті болсын. Велосипедный турды аяқтап, енді 1600 километрде тоқтаттық та, міне 1600 қалған 40 шақырым, 45-50 шақырым жерді осы атпен жүреміз. Менің астымда тор төбел. Так. Бауыржанның астында жирен қасқа, Данышпанның қасында қара қасқа. Міне көрдіңдер ғой. Үшеуміз келе жатырмыз. Өте керемет қой. Ауылдан мінбейтін атты мына қайын жұртқа келіп мініп жатырмын. Балдыздарым мінгізді. Дәулет Дидаға ұлы Ашымхан айтып жігіттерге жездеміз құлақ болмасын, жуастау атқа мінгіз деп. Не Данышпан? Ал жақсы, жолымыз болсын. Келесі нелерді дұрыстан қарап түсіреміз, бақ атқа үйренейік. Мынау бастамасы ғой. Километрден кейін мен туларды қойып алдым, сол күшті. Қазақстан, Астау, Дүниядан. Біздің жігіттер алдымызда. Бірінші. Бұл көрсетуші проводник. Аршаты деген жердің жігіт екен. Еркелеу аттап болды маған. Екі жағынан жылып жеп кәдір шөпті. Жақсы деп кәдір. Еріп кәдір. Міне артымыз мұнау. Жақты қаракөл қалып жатыр. Бес, 6 шақырымдай жүріп, ат суарып тұрмыз. Мына бұлақтың басынан үлкен бұлақ. Осы жерден ат суарып тұрмыз. Жақсы апаты. Атты қинаған болмаса, маған оңай болып жатқан жоқ. Маған есіп жүрмейді. Соңғы жатпен қатырмайсың. Міне. Жеңіл есіп қатырым бәрі. Үшікке жақындадық. Тағы да басын қасып жатыр. Тағы да серпандин. Біздің алдымыздағы кеткен жігіттердің бірдемесін тауып алдық. Пароланы тауып алдық. Тағы курткасын тауып алдық. Білмеймін олар қандай жігіттер екен. Дүниелерін шашып жүреді. Неде болса жинап жатырмыз. Так, Данышпан, мінекей. Мінекей. Бауыржан. Жолбасшымыз. Мынау тағы серпантин.
Шығыста серпантинсіз болмайды ғой енді. Бәрі серпантинмен. Қиялап, сразу түсе алмайтын ғой. Айналып, шайып түсіп. Ассаламағалейкум бауырлар. Ал, біз де жеттік арттарыңнан. Ау. Түсіп қалып, жақын жерде қалып. Ал, қош келдік. Ассаламағалейкумдер, тағы да міне видеоға түсірейік. Енді анау Қазақстанның әр жерінен келген Астана, Алматы, Маңғыстау, шығыста кездесіп жатырмыз ғой енді. Міне, қош келдік, әдемі жерді көріп жатырмыз. Бізде арттарыңнан келе жатырмыз шоқырақ. Аттар дайындалып жатыр. Бауыржан аттың артына іліп жатыр барлығын. Мынау қара қасқа, жирен қасқа, менікі Торытөбел, қара қасқа, жирен қасқа. Так, мінекей таулар. Міне мына бұлттың ар жағында мұзтау бар біздің баратын жеріміз. Мынау үйшік. Бұл үйшікте қонып шықтық. Жаман емес. Бір жағында бұлай бесетті есебінде бар. Астында талып құрғы бар. Мынау моншасы мінекей. Мынау кәдімгі қара монша. Ештеңесі жоқ. Мінекей анау әдетхана. Ана жерде міне бұлақ екеуінің ортасында ағып жатыр. Жігіттер міне дайындалып отыр. Группа. Так. Жүрді 6 ат, біздік 3 ат, сонда барлығымыз 9 атпыз. 9 ат. Осылай. Бауыржан аға, Амангелді аға. Мынау төменде міне. Мінеке жігіттер 6, 7, 8, 9 ат. 9 атпен шығайын деп тұрмыз. Ал енді, сақ болыңдар, ал қазақтар атқа отырды. Өш жерде бәрі бар. 300-дің бәрі жиналған бір жиын болып тұр мұнау. Сонау төр алтай. Ұлы жүз жоқ барамызда. Ұлы жүз жоқ екен. Орта жүз бен кіші жүз болды ғой. Жақсы енді. Біз мұна неге қарай шығып баратырмыз? Төр алтайға. Анау мұзтаудың жан жағындағы нағыз атам қазақтың мекені деп санаймыз. Міне 13 шілде таңертең ерте емес сағат 9-дан 14 минутта өткенде шықтық мінекей. Орта жолда Сәрсенбай деген жердегі үйде қонып шығып таңертең мынау жүріп келе жатқанымыз енді 9 аттылымыз. 2 жол көрсетуші, жол бастаушы. Қалғанымыз атқа мініп серуендеушілер дейме. Мен енді велошабандоз болсам да міне осындай неге ауыстырдым. Мінекей мен Торытөбелім. Мен артынан келіп бәрі түсіп келді. Бүгін 13 шілде. Кеше келіп Қаракөлден шығып 20-23 километр шақырым жүріп мына жерде Сәрсенбай деген жерге келіп қондық. Бір үйшікке 9 адам болып енді сыйысып жаттық. Енді міне бүгін таңертең 9:14-те жолға шықтық. Баратын жеріміз Мұзтаудың етегі, аманшылық болса. Мінекей 9 адамбыз. Осылай келе жатырмыз. Мен әуесқай велосипедшімін. Астана тимінің командасына сәлем, жігіттер. Міне, осылай да жүруге болады екен. Жолсызбен
Екі жақта тау, әдемі табиғат. Жолдастарымыз. Алтайдың кереметтей аясы, мұзтау мен арасанға қарашы, суғарып қарағайлы мекенді, тулайды бұқтырманың арнасы. Өзен бір көзімен қияла жүрді. Бір ат жүресін ғана жүрді. Отырамыз. Храни всю тайну вечной мерзлоты, как символ природной красоты. Стоит вилуха гордая гора, величие стремясь на небеса. Твоим я воздухом дышу, зимой мой рай. И снова я к тебе спешу. Это родной любимый край. Я горжусь тобой, мой край. Danışmam. Шығыстың шың мұнары Ырғалтай, топырағынан айналдым бесігім, жорайлы жер Катон қарағай, Катон қарағай. Арсың сенің зор беделің, жұмақ жерім, жеріе ғада мекенім, Катон қарағай. Ormanın arasına kırdık. Daha var. Hopli ötkülden öttük. Atlar üretilgen. Sonra arkasında atlar üretilgen. Sonra arkasında ötüp gele жатырмыз. Kar, yağmur gibi. Kalındığı. Tribüler. Мәңгілік жырлап өтемін. Алтайдың кереметтей аясы, мұзтау мен арасанға қарашы, суғарып қарағайлы мекенді, тулайды бұқтырманың арнасы. Катон қарағай, артсын сенің зор беделің, жұмақ. Лагерь қасатып бара жатырмыз. Мынау гремпинг деген. Осындай гремпинг жақсы істеп қойды. Неге біз кеттік? Сіздерді іліп тұрған жерде. Аттар.
келіп жатыр, біреуін әкеледі, біреуін алып кетеді. Керемет, қаншама адам келіп кетіп жатыр. Вертолет. Мына біздің тулар міне. Бейнеу ауданының Маңғыстау. Опасный переход. Көрдіңдер абайлап. Жүріп жатыр ғой аттар. Жайнап өскен елім бар Қаратай, шығыстың шың мұнары Ыралтай. Топырағынан айналдым бесігім, шұрайлы жер Катон Қарағай. Катон Қарағай, арсың сенің зор беделің, жұмақ жерің. Ay. Su uçkusu geldi. Su vermiyor gerek. Zadanya. Жырлап өтемін. Серпантин. Замыкающий. іргесімен жоғары көтеріліп келе жатыр. Соның деңгейіне қарай қапталымен кілең ақ қар, көк мұз. Ал ана бір шебендерді қарасаң, енді бір қолдан ұйып қойған сияқты, не болмаса ар жағынан шығарып қойған сияқты.
бар екен. Бұның қасында біз мінекей аттармен келдік. Алматыдан, Астанадан әр жерден жігіттер бар. Біз өзіміз данышпан екеуміз келдік. Бір бауыржан деген проводникіміз бар, Аршат деген жерде. Осылай естіп қояйық. Діттеген жерімізге жеттік. Бүгін мен ұлттық құрылтайдың кепкісімен тұрмын. Майка өзімдікі. Сыртындағы киім міне Астана Тим вело командасының жейдесі. Мен енді кәсіпқой болмасам да, енді өзім осылардың маңайында жүрем деп санаймын. Мәртебе талай ей жаратқан ем жаңалға, мына тарихи төбенің басында отырып жақсы тілегім, елімізге тыныштық пен бірлік бере көр. Мені қолдап демеу отқан көпшілікке жақсылық тілеймін. Сау, бастары аман болсын, көбейсін, өссін, ұрпағы жайылсын. Менің жеткен жетістіктерімнен асатын, ассын, менен оссын. Көптеген менен де жоғары жетістікке жетуіне тілектеспін. Көк тудың желбірегені, бақыттың елжірегені, қиырда қалған қазақтың көзінің мөлдірегені. Көк тудың желбірегені, жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі.